Құрметті респонденттер, сізге жалпы мемлекеттік статистикалық нысан БРП есебінің толтырылуы жөніндегі нұсқаулықты ұсынамыз. Кәсіпорынның өнім, тауар, қызмет өндіру және жөнелту туралы есебі, кезеңділігі айлық. Бірінші бетте нысанды толтыруға жұмсалған уақытты және есепті жылды көрсетіңіз. Қызметкерлерінің тізімді саны 50 адамнан асатын, қызметінің негізгі түрі өнеркәсіп болып табылатын, экономикалық қызмет түрлерін жалпы жіктеуішінің 0533 3539 аралығындағы кодтарына сәйкес қызметінің негізгі түрі заңды тұлғалар немесе олардың оқшауланған бөлімшелері тапсырады. Тапсыру мерзімі есепті кезеңнен кейінгі бір күні тапсырылады. Төменде бизнес сәйкестендіру номері толтырылады. Бірінші бөлімде өнеркәсіп өнімдерін өндірудің нақты орналасқан жері көрсетіледі. Облыс, қала, аудан бойынша. Екінші бөлімде есепті айда өндірілген және көрсетілген қызметтер көлемін қосылған құнға салықсыз және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасын 1000 теңгемен көрсетесіз. Біріншіден, экономикалық қызметтің жалпы жіктеуіші бойынша қызмет түрлерінің атауы толтырылады және коды толтырылады. Бірінші бағанда өнеркәсіптік өнім тауар қызмет өндірісінің көлемі, екінші бағанда одан өнеркәсіптік сипатта көрсетілген қызметтер көлемі, үшінші бағанда өзінің қажеттіліктеріне зауыт-ішілік айналымға пайдаланылған өнімі, төртінші бағанда есепті айдың соңына дайын өнімнің қалғаны, бесінші бағанда есепті айдың соңына аяқталмаған өндіріс көлемі толтырылады. Үшінші бөлімде заттай көріністегі өнім өндірісін және құндық көріністегі өндірілген өнім көлемін көрсетеміз. Біріншіден, өнеркәсіптік өнімнің статистикалық жіктеуіші бойынша өнім түрлерінің атауы, коды толтырылады және өлшем бірлігі толтырылады. Осыдан кейін бірінші бағанда есепті айдағы заттай көріністе өндірілген өнім, екінші бағанда есепті айдағы құндық көріністегі өнімнің шығарылымы 1000 теңгемен, үшінші бағанда есепті айда өзінің қажеттіліктеріне зауытшылық айналымға пайдаланылған өнім заттай көріністе көрсетіледі және құндық көріністе 1000 теңгемен көрсетіледі. Төртінші бағанда есепті айдағы алыс-беріс шикізатынан өндірілген өнім заттай көріністе көрсетіледі және құндық көріністе 1000 теңгемен көрсетіледі. Жетінші бағанда есепті айдың соңына заттай көріністегі дайын өнімнің қалғаны, сегізінші бағанда өткен жылғы тиісті айында заттай көріністе өндірілген өнім барлығы көрсетіледі. Төртінші бөлімде есепті айдағы заттай көріністегі өнім өндірісінің өсуі немесе төмендеуінің негізгі себептерін көрсетеді. Біріншіден, өнеркәсіптік өнімнің статистикалық жіктеуіші бойынша өнім түрлерінің атауы, коды және өлшем бірлігі толтырылады. Осыдан кейін өткен айдағы деңгейге және өткен жылғы тиісті айдағы деңгейге өсу себептері мен төмендеу себептері көрсетіледі. Бесінші бөлімде есепті айдағы өз өндірісінің жөнелтілген өнеркәсіптік өнімнің көлемін кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен көрсетіледі. Жөнелтілген өнім көлемі және одан өнеркәсіптік сипаттағы қызметтер көлемі барлығы және ішкі нарыққа, одан мемлекеттік сатып алулар бойынша және ұлттық компаниялардың сатып алулары бойынша көрсетіледі. Алтыншы бөлімде есепті айдағы заттай көріністегі өз өндірісінің жөнелтілген өнеркәсіптік өнімнің көлемі барлығы және ішкі нарыққа, одан мемлекеттік сатып алулар бойынша және ұлттық компаниялардың сатып алулары бойынша көрсетіледі. Респонденттерге есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталған күнінен кешіктірмей нөлдік көрсеткіштермен статистикалық нысанды ұсынады. Және соңғы бетте толық мекеменің атауы, мекен-жайы, телефондары, электрондық пошта мекен-жайы толтырылады. Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз, келіспейміз дегенді белгілейсіз. Орындаушы бас бухгалтер, басшының толық тегі, аты және әкесінің аты толтырылуы керек, қолын қойып мөрді басып статистика органдарына тапсырылады. Статистика департаменті мемлекеттік мекемесі статистикалық есептерді уақытылы тапсыру қажеттігін есіңізге салады. Байланыс телефоны 3190.